Қышыма жұқпалы ауру екі түрлі жолмен жұғады. Біріншіден ауру адамнан тікелей жұғады, екіншісі жеке бас тазалығын сақтамаудан. Мамандар денеге қызыл бөртпешектер шығып, ауру белгілері білінген сәттен дәрігерге қаралу қажеттігін ескертеді. Если человек заболел чесотка, Егер қышыма ауруын жұқтырған болса, оның отбасы мүшелерін түгел тексерістен өткіземіз. Оларды бақылауға алып, дерматовенеролог дәрігерге қаралуы тиіс. Тағы да мынадай жағдайлар тіркеледі. Қышыма ауруы ұжымдарда тіркеледі. Ондай жағдайда ұжым мүшелері 45 күн бойы бақылауда ұсталады. Алдымен дәрігер қарайды, онан кейін балабақша не мектептің медқызметкерлері бақылауында ұстайды. Мамандар өз бетімен емделуге болмайтындығын ескертуде. Ауру белгілері білінген сәттен дәрігер маманға қаралу қажет. Дәрігер белгіленген емді дұрыс қабылдай отырып, қышыма жұқпалы ауруынан тез айығып кетуге де болады. В принципе, чесотка лечится очень легко. Жалпы қышыма ауруын дәрігер белгілеген емді дұрыс қолданса, тез жазылып кетуге болады. Ол үшін толық курсты қабылдау керек. 6 күн емделген соң 1 жарым ай бойы бақылауда болады. 10 күн сайын сараптама тапсырады. Аурудың қауіптілігі жұқпалылығында егер отбасында бір адам ауырса, оның қалған мүшелер түгел тексерістен өткізіледі. Айрықша бұл ауру жаз мезгілінде көп кездеседі. Күн ыстық кезде балалар суға да көп шомылады, құмда жатады. Сондықтан мамандар жаңа оқу жылы басталған сәттен алдын алу шараларына мән беру қажеттігін ескертеді. Как только появляются какие-либо высыпания, самолечением они не занимались. Осы ауруды жұқтырғандар болса, өз бетінен емделуге болмайды. Ең бастысы жеке бас тазалығына мән беру керек. Қолды жиі жуып тұру керек. Суға түскен соң төсектің таза болуына да көңіл аудару қажет. Осы арқылы аурудан сақтануға болады. Ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын ізде деген. Сондықтан кез келген аурудың алдын алуға ерекше көңіл бөлу керек.